Қарындасыңызбен тұра алмаймын. Келіңіз, деді жездем. Бір күні әкем екеуміз базар аралап жүргенде, жездем осылай хабарласты. Мен барлығын естіп тұрмын. Әкем тыңдап тұр. Жездем әкеме әпкемді жамандай бастады. Әкем: тоқта, мен қазір барамын, сонда айтарсың, деп соткасын сөндіре салды. Маған үйге қайта бересің ба деген еді. Мен сізбен бірге барамын, деп еріп кеттім. Жездемнің үйіне келдік. Ұрыс болған үй белгілі. Әкем енді ғана отыра беріп еді, қарындасы жылап шағым айта бастады. Сен қоя тұр, күйеу баланың әңгімесін тыңдайын деп келдім, деді әкем. Әлеке, өзіңіз білесіз ғой, жұмыс жоқ. Сол жұмыс істемейсің деп сөйлейді. Осы күні аузына келгенін айтады. Базарға барып, сауда жасап, ақша тапқанын міндет етеді. Мен үйде қарап отырғаным жоқ қой. Үйді жинап, тамақ істеп, ыдыстарды жуып отырмын. Әкем қолын көтеріп қалды. Тоқта, сен неге қатын істейтін тірлікті жасауың керек? Еркек деген жұмысқа таңертең кетіп, үйіне кешке келуі керек. Жума ыдысты, үйді де жинама. Осыларды асырау сенің еркектік міндетің. Қазір сен екеуіңнің міндеттерің ауысып кетіпті. Соған орай әйеліңнің де тілі шыға бастаған. Бұл сен осылай отыра берсең, ары қарай үдей береді. Есіңде болсын, әйелдің тапқан нанын жеген еркектің кірген шыққан сайын маңдайы маңдайшаға тиеді. Еңсеңді көтеріп, ана ұлыңа үлгі бол. Тамағын тауып әкеліп, тамақ дайын емес пе деп сұрау сенің міндетің. Базар әйелдің тілін шығарады. Өйткені әйелің ол жерде күнделікті напақасын табу үшін жан-жағындағылармен, еркектермен де бәсекеге түсуге тура келеді. Әйел ашынады. Ашынған адам ешкімді де аямайды. Бұның да бөтен әйелдердей күйеуім әперді деп көйлек киюге мақтануы керек емес пе? Арба айдасаң да отбасыңды бағуың керек. Мүгедек болсаң түсінерем. Сап-сау еркектің мұндай әңгіме айтқаны жарамас. Ажырасу оңай ма? 3 балаңды мақұл, мен әкетермін, өсірермін, бірақ есіңде болсын. Маған бөтен болмағанмен, менің балаларымның таяғын жеп, солардың түртпектеуімен жалтақ болып өседі. Кісі есігінде жүрген бала қорғаншақ болады. Жетімнің қарны тоймас деп атам қазақ біліп айтқан. Менің май бергенім, сенің су бергеніңе татымас. Қазір ақырғы сөзіңді айт. Қарындасым сені ұрды деп қанша жылап келгенде орталарыңа түспедім. Өзің шақырғасын келіп тұрмын. Бір туған бауырым. Үнемі ажырасамын деп келгенде қайтарып жіберетін едім. Бірақ осының жылап келгені маған оңай дейсің бе? Әке шешеден ертерек қалды. Өлер алдында апам осыны маған аманаттаған еді. Үй болып кетсін деп қана үндемей жүрмін. Бұл маған ана өз қызымнан да жақын. Оқып жүргенінде әкетіп оқытпай қойдың. Енді не дейсің? Өзің айт. Әкет десең, тұра алмаймын десең, қазір әкетемін. Бірақ мен бір әкеткен соң қайтып жібермеймін. Бұлай жүре берсең, ертең өз балаларыңа да қадірің болмайды. Әйелін сыйламаған әкені балашаға да сыйламайды. Сен қыз ойлан, тіліңді қысқарт. Бүгін кетсең қайтып келмейсің. Қалсаң қайтып жылап келмейсің. Үйде үнсіздік орнады. Нағашы деп жүгіріп жүрген жиеніміздің даусы бұзды. Маған не әкелдіңіз? Сізбен бірге ауылға кетейінші деп әкемнің алдында отырған тентекті жүр дүкенге барамыз деп ертіп шығып кеттім. Өмірі еркелетіп маңдайымыздан да сүймейтін. Еш уақытта ешқайсымызға қолын көтермеген. Бірақ сұсының өзінен бәрімізді ығыстырып жіберетін, көп сөйлемейтін әкеме деген мақтаныш сезімі өсе түсті. Анам өмірінде жұмыс істеген адам емес. Бір мұғалімдік айлығымен әкем бәрімізді оқытып,
күні түні малмен де айналысып, барлығымызды орын-орнымызға қойып жатқан әкешім қандай мықты едің. Біз дүкеннен келгенде әкем сыртқа шығып кетті. Машинамыздың қасында тұр екен. Жезде мен әпкем тамаққа қарасаңдаршы дегеніне қарамай, тентек жиенді өзімізбен ала шығып кеттік. Арада көп ұзамай жездем жұмысқа тұрды. Әпкем 1 жылдан кейін тағы бір қыз босанып алды. Содан кейін ұрысып жатырмыз деп шақырған емес. Өмір деген сабақ қой.